Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен каналымда сіздерге өте ерекше әрі дәмді тағамдардың бірі нан салманың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл тағам сіздерде қалай аталады? Комментария бөліміне жаза отырыңыздар. Ең алдымен барлық заттарымызды турап дайындап аламыз. Видеода көрсетілгендей еттерімізді осылай кубиктеп тураймыз. Өте қатты майда қылмай, сәл үлкендеу етіп тураймыз. Сонымен қатар картопты, пиязды, сәбізді барлығын видеода көрсетілгендей етіп, ірілеу етіп, кубиктап, турап дайындап аламыз. Міне барлығын турап дайындап алдық. Сонымен қатар менде бұл жерде болгар бұрышы бар, қоссаңыздар өте дәмді болады. Енді тағамды қуырып бастаймыз. Қызып тұрған майға ең алдымен еттерімізді салып, қызарғанша 3-4 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Еттеріңіз міне осылай қызарып қуырылған кезде пияздарымызды салып, тағы да 2-3 минуттай қуырып аламыз. Міне осылай түсі өзгере бастаған кезде сәбізімізді сонымен қатар болгар бұрыштарын салып, тағы да 3-4 минут жақсылап араластырып, бетін жауып қалдырамыз. Келесі кезекте картоптарымызды салып, жақсылап араластырып жібереміз. Келесі кезекте бір қасық томат пастасын, сонымен қатар бір қасық соя соусын құямыз. Соя соусын қоссаңыздар, еттеріңіз өте жұмсақ, ерекше болып пісетін болады. Барлығын жақсылап араластырып, суын құйып, сонымен қатар дәміне қарай тұзын салып, жақсылап қайнағанша қатты отта қалдырамыз. Міне жақсылап бұрқырап қайнады. Осы кезде газды жай қойып, етіміз піскенше қалдырамыз. Енді осы аралықта қамыр дайындайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқа және де салқын су құямыз. Сонымен қатар тұзымызды салып, жақсылап тұзымыз ергенше араластырамыз. Содан соң ұнымызды сала отырып, орташа қаттылықта қамыр елейміз. Қамырларымыз өте қатты болып қалмасын, жаю қиынырақ болады. Қамырды елеп болғаннан соң 10 минутқа қамырды демалдыруға жібереміз. Бетін жауып, содан соң қамырды жайып бастаймыз. Кәдімгідей үлкендеу етіп, етке жайған қамырдай етіп, жұқа қамыр жайып дайындап аламыз. Міне мен қамырым дайын болды. Өте керемет болып шықты. Енді кезекте қамырды мен осылай 4-ке бөлемін дағыны. Барлығын осылай орап, турауға өзіме ыңғайлы етіп аламын. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Өте ыңғайлы және де тураған кезде де өте керемет болып шығады. Міне осылай біздің орап алған қамырларымыздың барлығын осылай өзіңізге ұнаған көлемде турасаңыз болады. Мен де осылай сәл үлкендеу, ірілеу етіп турап дайындап алдым. Міне біздің қамырларымыз кескен кезде осылай көлемде өте керемет, бір-біріне жабыспайтын болып шықты. Осы аралықта біздің дайындап қойған падлиіміз пісті. Еті өте жұмсақ, дәмі деген керемет болып шықты. Енді қамырларымызды пісіретін боламыз. Газға суымызды қойып, дәміне қарай тұзын салып, бұрқыратып қайнатып алып, қамырларымызды салып пісіріп аламыз.
Міне қамырымызды пісіріп алдық. Өте тамаша болып көрініп тұр. Енді біздің дайындап алған подливымызды бетіне құйып, өзіңіз қалауыңызша укроппен, пиязбен сәндеп, сонымен қатар жұмыртқамен сәндеп, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте тамаша әрі тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, өздеріңізге ұнайды деген ойдамын. Егер видео ұнап жатса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мені қолдап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.